сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып «Атам төрге отырады». 3-4 сабақ. Здравствуйте, ребята! Сегодняшний наш урок «Дедушка сядет на почетное место». Перед тем, как начать урок, подпишись на канал и поставь лайк. Жаңа сөздер, новые слова. Төр – почетное место. Босаға – порог, место около двери. Бірінші тапсырма: суретке қара, сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы, используя картинку. Бірінші сұрақ. Үйлеріңе келген қонақты қалай қарсы аласыңдар? Как вы встречаете гостей, которые к вам приходят? Қонақтарды дастархандағы дәмге қалай шақырасыңдар? Как правильно позвать гостей на стол? Третий вопрос. Дастарханға қандай тағам қоясыңдар? Какие блюда вы подготовите? Төртінші сұрақ. Дастарханға шақырылған қонақтар қай жерге отырады? Гости где должны сесть? Үй иелері қайда отырады? Хозяины дома, где они должны сидеть? Сен қайда отырасың? Алтыншы сұрақ. А ты где сидишь? Екінші тапсырма. Дастархан жасау тәртібін білесің бе? Ретімен жаз. Напиши порядок накрывания стола. Мысалы, үлгі, пример. Бірінші нан қоямын, екінші кесе қасық қоямын, үшінші тағамдар қоямын. Тілдік бағдар, жалпы және жалқы есім. Нарицательные и имена собственные. Зат есім, заттың атын білдіретін, кім не деген сұрақтарға жауап беретін сөз табы. Зат есімдер мағынасына қарай жалқы және жалпы есім болып бөлінеді. Жалқы есім адамның, қаланың, жануарлардың, шығармалардың, тағы басқалардың атын білдіреді. Мысалы, Алматы, Ақтау. Ал жалпы есім заттың ортақ жалпы атауын білдіреді. Мысалы, қала, қыз, ағаш, ит және тағы басқа. Жалқы есім – это имена собственные. Да, относятся города, или же имена, или же клички. А все остальное относится к жалпы есім, к нарицательным существительным. Мысалы, қыз, ағаш, бала, ойыншық, тағы басқа. Үшінші тапсырма: мәтінді тыңда, түсінгеніңді айт, оқы. Послушай текст, перескажи и прочитай. Төр сыйлы орын. Төр – почетное место. Төр – қонақ бөлменің жоғарғы жағы. Төр расположена напротив входа гостевой комнаты. Ол жасы үлкен адамдар, қонақтар отыратын сыйлы орын. Это место, куда садятся взрослые и почетные люди. Қазақ үйге келген қонақты төрлетіңіз, төрге шығыңыз деп қарсы алады. Казахи встречают гостей со словами төрлетіңіз, проходите, көрпе төсеп, жастық қойып, төрге отырғызады, құрмет көрсетеді. Дают подушку и көрпе и садят на почетное место. Қазақ халқында дастарханға үлкендерден бұрын отыру ұят саналады. У казахов садиться первым на стол первее взрослых – это стыдно. Себебі алдымен ақсақалды ата мен ақшашты әжені сыйлап төрден орын береді. Потому что первыми садятся дедушки и бабушки. Үлкен кісілер көпті көрген, сыйлы кісілер. Взрослые люди – это люди, которые многое видели, многое прожили, и почетные люди. Қазақта төріңнен қарт кетпесін деген сөз бар. У казахов есть слово «пусть в доме у вас на почетном месте всегда будут старики, старые люди, взрослые люди». Себебі қарт тілегін айтып батасын береді, потому что они говорят свои пожелания и благословения дают. Төрде қарттар, одан төмен жастар отырады. Значит, на почетном месте сидят взрослые люди, и ниже садятся молодые. Тамаққа да үлкендерден бұрын қол созуға болмайды. И еду тоже первым должны брать взрослые люди. Ол әдепсіздіктің белгісі. Это знак неприличия. Дастарханда үлкендермен жарысып сөйлеу де ұят саналады. Қазақ халқы, қазақ дастарханы дос, бауыр, туысқаны емес, кез келген адамға ашық. Қазақтар бір-бірінің үйіне барып жиі араласқанды ұнатады. Казахи любят
ходить друг к другу и часто общаться. Әсіресе ата-анасын әрқашан құрметтеп, үйіне шақыру, төрге отырғызу қазақ баласы үшін әрі міндет, әрі парыз. Особенно приглашать в дом родителей и садить на почетное место – это честь и обязанность казахов. Өйткені дастархан жақсылықтың басы, қуаныштың белгісі. Потому что дастархан – это начало хорошего и знак радости. 4-ші тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы по тексту. 1. Төр қандай орын? Қазақ халқы үйге келген қонақты қалай қарсы алған? Казахский народ как встречал гостей? Қонаққа қалай құрмет көрсетілген? Бесінші тапсырма. Төменде берілген сөздердің ішінен жалпы есімдерді теріп жаз. Выпиши среди этих слов нарицательное, существительное. 6-шы тапсырма. Үйге келген қарт адамды қалай қарсы алу керек? Тақырыбында диалогты толықтырыңдар. Закончить диалог на тему «Как встречать пожилого человека». На этом мы закончили урок. Продолжение урока на следующем видео. Подпишись на канал и смотри следующее видео.